Ассалаумағалейкум ардақты көрермен. Сіздердің назарларыңызда ел ішіндегі елеулі жаңалықтарды жеткізетін жоба «Елден хабар» және оның жүргізушісімен Равиль Ашғали. Біз бастаймыз. Ақтау қалалық сотының төрағасы ұсталды. Антикордың мәліметінше, ол сотталушыдан оған қатысты бас бостандығынан айырудан басқа жазаға үкім шығару сылтауымен 18 миллион теңге көлемінде ақшалай қаражат алған. Қазіргі таңда сот төрағасы Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 550 бабына сәйкес Ақтау қаласының тергеу изоляторына қамауға алынды. Айта кету керек, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әрбір адам кінәсіз деп есептеледі. Петропавлда 4 жастағы бала 5 қабатты үйдің терезесінен құлап кетті. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, Петропавл қаласы полиция басқармасының 102 жедел нөміріне Ибраев көшесіндегі 5 қабатты үйдің терезесінен баланың құлап кеткендігі туралы ақпарат түсті. Қазіргі уақытта бүлдіршін облыстық көпбейінді балалар ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы өте ауыр. Бүлдіршіннің өмірі үшін дәрігерлер күрес жүргізуде. Атырауда шенеуніктің әйелі күйеуінен зәбір көріп келгенін әлеуметтік желіде жария етті. Ақпараттарға сүйенсек, Атырау облысы Мақат ауданы әкімінің әйелі тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Күйеуі оған бірнеше мәрте қол көтерген. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, аудан әкіміне қатысты қылмыстық іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 107 бабының 2 бөлігімен тіркелген және сотқа жіберілген. Ал облыстық соттың баспасөз қызметі әзірге оқиғаға қатысты пікір білдірген жоқ. Ақтөбеде жантүршігерлік жол апатынан 4 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға 5 маусым күні Ақтөбе Орск тас жолында Қарғалы ауданы Ащылысай ауылы маңында болды. Toyota Alphard көлігі жылдамдықты асырып аударылып қалған. Апат салдарынан 4 адам қаза тауып, біреуі дереу ауруханаға жеткізілді. Анықталғандай, көлік жүргізушісі Ақтөбеден Орск қаласына дейін ресми түрде жолаушылар тасымалдаумен айналысқан. Қазіргі таңда жол көлік оқиғасына байланысты сот алды тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қостанайлық әйел өзін сабаған ер адамды соттан қатаң жазаламауды сұрады. Қостанай облысы Сарыкөл аудандық соты бірге тұрып жатқан әйелді сабап тастаған Сарыкөл ауылының тұрғынына қатысты денсаулыққа ауыр зиян келтіру фактісі бойынша қылмыстық істі қарады. Тергеу барысында ер адам қолмен және аяғымен көптеген соққы жасап, әйеліне ауыр дене жарақаттарын келтірген анықталды. Жұдырығына сенген жігіт кінәсін толық мойындады, ал жәбірленуші тарап болса, соттан сотталушыны қатаң жазаламауды сұрады және оған ешқандай талабы жоқ екенін айтты. Сот үкімімен ер адамға 4 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Жаңалықтар легі осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Елден хабар жобасы және оның жүргізушісі мен Равиль Ашғали. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.